Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен өтетін тақырыбымыз жалпы агрометеорология түсінік. Жоспар бойынша қарастыратын 3 сұрақты біз негізге ала отырмыз. Агрометеорологияда қолданылатын әдістемелер және осы агрометеорологияның негізгі міндеттері мен олардың шешетін мәселелері, агрометеорологияның даму тарихы және даму кезеңдері. Жалпы агрометеорология дегеніміз не? Ол қайдан шыққан? Агрометеорологияда қолданатын әдістемелер. Жалпы метеорология деген сөзге ұғынатын болсақ, грек тілінен аударғанда атмосфералық құбылыстар, метрос, грек тілінен аударғанда, ал логос ілім деген сөзден шыққан. Жалпы жаңағы атмосфералық құбылыстар туралы деген мағынаны білдіреді. Жердің ауа қабаты, бұл жерде болып жатқан құбылыстар, оның құрамын, қасиетін, ол жердегі жүріп жатқан физикалық, химиялық процестерді, сондай-ақ жер бетімен әрекеттесуін және де ауа массаларының қозғалысын реттеп отыратын пән. Мектеп курсында біле білсеңіздер, астрономия, физика пәндермен тікелей байланысты болатын пән. Метеорологияның негізгі шешілетін мәселелеріне келетін болсақ, яғни атмосферада жүріп жатқан процестер мен құбылыстарды зерттеу болып табылады. Олардың пайда болу заңдылықтарын анықтай отырып, болашақта оларға қалай даму керектігін болжау жасап, оларды басқару мүмкіндігін анықтау жатады. Енді метеорологиялық бақылау, жалпы метеорологиялық бақылау дегеніміз метеорологиялық құбылыстар мен элементтерді өлшеп, оларға сандық және сапалық баға беріп отырады. Ол үшін ауаның температурасы мен ылғалдылығы, атмосфераның қысымы, күн, жел, жаңағы күннің ұзақтығы, күн мен жер бетінің шашыратын келіп түсетін радиациясы, шашыраңқы радиациясы, бұлттық, тұман, боран, найзағай, көшу, атмосферадағы электр өрісі және тағы басқа өлшемдерді өлшеу жатады. Сонымен қатар төселме беткейдің күннен сипаттайтын көрсеткіштерінде осы жерде өлшеуімізге болады. Енді топырақтағы және судың температурасы, булану, қардың жамылғысының сипаты, бұлардың барлығы да топыраққа келіп түседі жер бетіне, және олардың тығыздығы, үлкен кеңістіктегі атмосфералық процестерді үздіксіз бақылау үшін барлық мемлекеттерде өзінің метеорологиялық станциялар тобы бар және құрылған метеорологиялық станциялар. Енді қазір мысалға бізде дамыған заман ғой, метеорологиялық бізде агрометтің көрсеткіштері бойынша 112-ден бәрімізге ұялы телефонымызға сообщение келіп жатады. Ауа райы бүгін құбылмалы, желдің соғуы мына солтүстіктен оңтүстікке қарай метр секундына, не болмаса жаңбыр жауады, мынанша мөлшерде найзағай ойнайды деген сияқты метеорологиялық станциялардың мәліметтеріне сүйене отырып, қазір көптеген болжамдар айтылып жатады. Не болмаса қар қатты жауады, жер көктайғақ болады, алыс жолға шықпауларыңыз сұранамын деп. Сол сияқты барлығы да бұл метеорологиялық станциялардың көрсеткен жаңағы өлшемдері, жасаған болжамдары бойынша барлығы да жүргізіп отырады. Осы станцияларда ортақ бағдарлама бойынша бір текті құрал, жаңағы аспаптармен, көптеген құралдармен белгілі уақытта метеорологиялық бақылаулар жүргізіліп отырады. Сондай-ақ біздің осы елімізде, республикамызда гидрометеорология жөніндегі басқарма, яғни Қазгидрометтің айтуы бойынша деп күнделікті бізде ауа райын болжаушылар Қазгидрометтің айтуы бойынша деп бізге мәлімет беріп отырады. Сол сияқты Қазгидромет мемлекеттік басқару органдарының орталығы болып табылады. Яғни өзінің көптеген гидрометеорологиялық станцияларымен посттарында және басқа да мемлекеттік халықаралық станцияларының деректерінде, сондай-ақ жердің жаңағы жасанды серіктерінің ақпараттарын пайдалана отырып, Қазгидромет Қазақстанның халқы мен ондағы экономикасының әртүрлі салалар үшін қажетті деген ақпарат көздерін, өлшемдерін шығарып отырады.
Енді келесі екінші сұрақ бойынша бізде агрометеорологияның негізгі міндеттері және ондағы шешетін мәселелер, мысалға агрометеорология атмосфералық процестер үшін бұл жерде белгілі бір шекара болмайды, сондықтан бүкіл дүние жүзі мен мемлекеттердің метеорологиялық қызмет атқару саласында белгілі бір ортақ келісім болу керек. Метеорология саласында халықаралық түрде бірігіп қызмет ету бізде 19 ғасырдың екінші жартысынан басталған. Мысалға 1873 жылы бірінші халықаралық метеорология конгресінде халықаралық метеорология ұйымы құрылған. Ол 1947 жылы біріккен ұлттар ұйымы, яғни БО дейді ғой, көбісі кейбіреу түсінсе, бұл сөздің мағынасын түсінбей жататындар бар. Яғни бұл біріккен ұлттар ұйымы құрамындағы дүниежүзілік метеорология ұйымы, яғни қысқартылған түрде ДМО болып қайтадан құрылған 1947 жылы. Енді ауыл шаруашылығы мамандарын дайындауда осы агрометеорология пәнінің алатын орны, қазір елбасының өзі осы ауыл шаруашылық мамандықтарына көптеген көңіл бөліп, көптеген жаңағы гранттар бөліп отыруда. Біз мысалға киім кимей өмір сүре аламыз, бірақ тамақ ішпей, ауаны тұтынбай біз тіршілік ете алмаймыз. Жалпы агрометеорология пәнінің негізгі мақсаты атмосфера мен жердің беткі қабаттарының екеуінің арасында болатын физикалық процестерді, құбылыстарды, сондай-ақ олардың ауыл шаруашылық объектілеріне тигізетін әсерін зерттеу болып табылады. Енді осы зерттеу әдістеріне сүйене отырып, жаңағы бірнеше ғалымдардың зерттеген мәліметтерін қорытындылай келіп, негізгі зерттеу әдістеріні заңдарға негізделеді. Біз соның бірнеше заңдарына тоқталып кетейік. Негізгі заңдары тіршіліктің негізгі факторларының тепе-теңдік заңы. Яғни бір-бірін орын ауыстыруға болмайтындығы. Мысалға алатын болсақ, оның ішінде бұл өсімдіктердің дамуындағы қажетті факторларды атап көрсетуімізге болады. Мысалға өсімдік тіршілік ету үшін, өсіп даму үшін, енді өзім агроном мамандығында жаңа саласында жұмыс істеп жатқаннан кейін, агроном болғандықтан ауа, жарық, жылу, ылғал. Яғни бұлардың ешқайсысы бір-бірін ажыратуға, жаңа алмастыра алмайды. Ауаны ылғал, ылғалды су, жаңаға жарық деген сияқты бір-бірін алып тастауға немесе ауыстыруға болмайды. Тепе-теңдігі, яғни ауыстыруға болмайтын заңдығы. Бұл бірінші заң. Екінші, сыртқы орта факторларының өсімдіктерге әсері бойынша маңызды әртүрлі болатындығы, яғни дәлелдейтін заң. Бұл заңда сыртқы орта факторларының әсеріне байланысты екінші дәрежедегілерге бөлінеді. Яғни екінші дәреже табиғи құбылыстарға байланысты жел, бұлттану, әуе қысымы және басқалар сырттан келетін факторлардың әсер етуі. Негізгі факторлар өсімдіктің тіршілігіне тікелей және өте күшті әсер етеді. Мысалға жауын-шашын, жылу, жарық маңызы бойынша екінші дәрежедегі факторлар негізгі факторлардың әсерін төмендетеді немесе күшейтеді. Яғни жауын мысалға шамадан тыс жауған кезде де жердің бетінде су тасқыны, қар тыс жауатын болса, қар көшкіні, бұршақ жауып кетеді, мысалға жылы маусымда. Бұл да ауыл шаруашылық дақылдарына кері әсерін тигізіп жатады. Енді үшінші заң, бұл оптимум заңы. Осы заң бойынша өсімдіктердің ең жоғарғы өнімділігі ең қолайлы деңгейде, сонымен қатар өсімдіктердің агротехникасы жоғарылаған сайын бұл жерде артқанын көруімізге болады, байқауымызға болады. Келесі минимум заңы шектеулі фактор, яғни басқа факторлар өзгермей тұрған кезде минимумда болатын факторларға өнімділіктің деңгейіне байланысты. Мысалға, солтүстік Қазақстан жағдайында өсімдіктерді шектейтін фактор бұл ылғал, ал біздің оңтүстікте керісінше жылу. Сол себепті әр жердің өзіне аудандастырылған дақылын еккен дұрыс. Енді бесінші заң бұл қиын қыстау кезеңдеріндегі заң. Өсімдіктердің белгілі бір тіршіліктерінің кезеңдерінде сыртқы орта факторлардың мөлшеріне сезімталдығы өте жоғары болғандығына байланысты негізделген. Бұларға әсіресе ылғал, жылу, күн радиациясы тағы басқа жатқызуымызға болады. Бұл негізгі 5 заңдылығы. Енді келесі осы заңдылықтарға сүйене отырып, әдістерді де көрсетуімізге болады. Бұған жататындар біз 8 түрлі әдісті мысалға алып
дәлелдейміз. Мысалға, бірінші параллельді немесе ілесетін әдіс. Яғни ол метеорологиялық құбылыстарды өсімдіктердің танаптық байқаулары арқылы ауа райы мен өсімдіктердің бір-бірімен байланысы, ауыл шаруашылық дақылдарының дамуын және өнімділігін анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Бұл агрометеорологияның негізін зерттейтін әдісті атақты орыстың ғалымы Браунов ғылымға енгізген. Екінші, жиын себу мерзімімен сепкендегі егіс сепкеннен кейін қолданылатын әдіс. Яғни белгілі бір жерде өсімдіктерді танапта әртүрлі мерзімде сеуіп, олардың дамуы мен ауа райын параллельді байқайтын әдіс. Ауа райымен бірге пара-пар жүретін құбылыс. Яғни бұл әдісті қолданған кезде зерттейтін сорт вегетациялық кезеңі бойынша, мысалға, сәуір айының 10 күн, алғашқы 10 күндігінде пісіп жетілетін болса, оны біз 5 немесе 10 күн сайын аралығында егіп тұруымыз қажет. Үшінші, географиялық егістіктерді зерттейтін әдіс. Бұл әртүрлі сол жердің географиялық орындарына байланысты, климаттық жағдайларына байланысты аудандастырылған сорттарды себуіміз қажет. Төртінші, экспериментальды танаптық әдіс. Өзі аты айтып тұрғандай, танаптық тәжірибелерде арнайы құрлықтар мен тәсілдер арқылы өсімдіктердің агрометеорологиялық өсу жағдайлары өзгертіледі. Яғни топырақтың температурасы, ылғалдылығы, жарықтанудың ұзақтылығы, қарқындылығы, қардың қалыңдығы және тағы басқа құбылыстар жатқызуымызға болады. Бесінші, дистанциялық зерттеулер, яғни дистанциялық ара қашықтықты сақтай отырып зерттейтін әдіс. Мысалға, ұшақ, тікұшақ, сондай-ақ спутник арқылы үлкен аудандардағы егістіктің көлемін, жағдайын, топырақтың ылғалдылығын анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Былайша айтқанда, топырақтардың тілімен картография жасау дейді ғой, дистанция картография жасау, дистанция сақтай отырып, ол жердің көлемін барлығын анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Алтыншы, фитотронды әдіс. Бұл арнайы климатта жасалған қорытындыларда әртүрлі жарық, жылу, ылғал жағдайларына байланысты өсімдіктердің яғни реакциясын анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Яғни ол жерге төзімді ма, өсіп кете ала ма, жерсіне ма, жерсінбей ма деген сияқты көптеген мысалдарды келтіруімізге болады. Ең соңғысы математикалық модельдеу әдісі жетінші. Мысалға, математикалық модель арқылы материалдық жағдайлардың әсерінен өсімдіктердің өсуі мен дамуын және өнімділігіне жаңағы әсеріне сипаттама беруге болады. Математикалық есептер жүргізу арқылы. Енді соңғысы математикалық статистика әдісі, яғни көпшілік байқаулардың өңдеулері арқылы осы өсімдіктердің дамуы мен өнімділіктің қалыптасуына климатпен арасындағы байланысты анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Енді бізде соңғы бұл тарихы және даму кезеңдері. Жалпы агрометеорология, метеорология бір-бірімен өте тығыз байланысты жүретін процесс. Бұл жерде метеорологияның ең бірінші кітабы ежелгі Грецияда анықталған атақты ғалым Аристотель жазған болатын. Яғни бұл кітапта ежелгі гректердің ауа райы туралы мәліметтерді көрсете отырып бірнеше дәлелдермен оларға сипаттама берген. Ал Аристотель алғашқы рет ауа райы мен желдің бағытын екеуінің байланысын байланыстыра отырып көрсеткен орта ғасырдағы жаңағы ғылыми деректерде қауіпті ауа райының құбылыстары туралы мәліметтер жазып отырған. Метеорологияның қарқынды дамуы, яғни былайша айтқанда аспаптар арқылы жаңағы анықталады, болжамдар жасалынады. Аспаптарды ойлап ең алғашқы рет 15 ғасырда шығара бастаған кезде Галилео Галилей термометрді ойлап тапқан, яғни ол 1593 жылы. Содан кейін Тричели барометрді ойлап тапқан, ол 1643 жылы. Ресейде метеорологияның дамуына көп үлескен ғалым Ломоносов. Сол Ломоносовтың атымен қазір жаңағы Ресей қаласында да үлкен ғылыми институттар жұмыс жасап, бірнеше білім алушыларға білім беруде. Осы бірнеше метеорологиялық аспаптарды ойлап шығарған және Ресейдің әртүрлі орындарында метеорологиялық байқауларын ұйымдастырып, теңізшілерге де ауыл шаруашылыққа әлем бойынша метеорологиялық қызметті ұйымдастыру қажеттілігін алғаш рет ұсынған осы атақты ғалым Ломоносов болған. Ал енді өзіміздің елімізге оралатын болсақ, Қазақстанда алғашқы аспап метеорологиялық бақылау жүргізу бұл 1855 жылы Қазалы, кәдімгі Қызылорда қаласы, Семей қалаларында басталған. 1917 жылы Қазақстан аумағында 94 метеорологиялық станциялар мен 49 посттар
яғни 123 гидрометеорологиялық бақылау пункттері жұмыс істеген. Қазгидрометтің негізгі міндеттеріне, мысалға республикада гидрометеорологиялық және табиғи орта мониторингісі саласында бірыңғай ғылыми техникалық саясат жүргізу және әртүрлі өнеркәсіптер мен шаруашылықтарды мемлекет халқын қазіргі жаңағы болашақта климат пен табиғи орта мәліметтермен қамтамасыздандыру, қауіпті және жаңағы апатты дейді ғой, гидрометеорологиялық құбылыстардың алдын алу, оларды болжау, қоршаған ортаға адамзаттың әсеріне, жаңағы теріс әсерінің болдырмау қауіпті, соның алдын алу негізгі мақсаты болып табылады. Жалпы біздің сіздерге ұсынатын дәрісіміз осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.